Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсынумен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.